Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Физика пәнінің мұғалімі Мұхамедбаева Ақмарал Айтбековна. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кері итеруші күш Архимед заңы. Сабақтың мақсаты сұйықтар мен газдардағы кері итеруші күштің табиғатын түсіндіру, есептер шығаруда Архимед заңын қолдану. Ал оқушылар, үй тапсырмасын сұрайық. Үй тапсырмасын сұрауда біз сәттілік дөңгелек арқылы үй тапсырмасын сұраймыз. Ал оқушылар, сабағымызды ары жалғастыра отырып үй тапсырмасын қайталаймыз. Үй тапсырмасын сәттілік дөңгелек арқылы тапсырманы орындаймыз. Дұрыс жауап бергенде 10 ұпай береміз. Атмосфералық қысым нешеге тең? Атмосфералық қысымымыз 760 нақты бағанына тең болады. Келесі сұрағымыз. Ұшақтың ұшу биіктігін анықтайтын құрал. Бұл бізде альтиметр. Келесі сұрағымыз. Адамның қан айналымы жүйесіндегі қысымын өлшеуге арналған құрал қалай аталады оқушылар? Спигма манометр. Келесі сұрағымыз. Атмосфералық қысымды өлшеуге арналған құрал. Барометр. 5 ұпай. Келесі сұрағымыз. Манометрдің жұмыс істеу принципі қандай заңға негізделген? Паскаль заңына негізделген. Келесі сұрағымыз. Атмосфераның төменгі қабатын ата. Архимед ең бірінші болып таза алтын құймасы сол көлемдегі судан 19,3 есе ауыр болатынын байқаған. Бұл алтынның тығыздығы судың тығыздығынан 19,3 есе көп екендігін көрсетеді. Бұл тәж жасалынған материалдың тығыздығы алтынның тығыздығына сәйкес келе ме, жоқ па деген сауалды анықтау үшін жеткілікті болды. Тәждің массасын табу оңай болғанымен, оның көлемін анықтау әлдеқайда қиынға соқты. Оның шешуін Архимед ваннада шомылып жатқан кезде тапты. Және оның қатты толғаныста болғандығы соншама, ваннадан секіріп, «Эврика, мен оны таптым» деп айғайлап жүгірген. Бұл тұжырым тәждің ауадағы және судағы салмақтармен байланысты болды. Осы екі салмақтың айырмашылығы тәж ығыстырған судың салмағына тең. Егер ол судың салмағы мен тығыздығын білсе, ығыстырылған судың көлемін, яғни оған тең тәждің көлемін табар еді. Осының бәрін білсе, оған тәжді жасауға арналған материалдың тығыздығын табуда оңай болатын. Біз бүгін сабағымыздың тақырыбына байланысты тәжірибемізді жасаймыз. Мынау бүгін біздің тәжірибемізді бастайық. Мына ыдыста бізде күнделікті қолданып жүрген суымыз құйылған. Осы суға біз жұмыртқаны саламыз. Салған кезде көріп тұрғандай, бұл бізде төмен қарай батып кетті. Ал енді келесі ыдысымызға біз тұз саламыз. 5-6 қасық тұзды салып араластырамыз. Осы ыдысқа да біз жаңағы ыдысқа салғандай жұмыртқаны саламыз. Бұл суретке қарағандай, бұл жұмыртқа судың бетіне шығып тұр. Неліктен? Өйткені бұл бізде сұйыққа батырылған кез келген денеге ауырлық күші қарама-қарсы бағытта әсер етеді. Бұл бағытталған күш әрекет етуші көзден біздің күшіміз кері итеруші күш деп аталады. Сонымен біздің тәжірибемізге байланысты сұйық неғұрлым тығыз болған сайын, соғұрлым кері итеруші күшті көбірек әсер ететінін байқаймыз. Жаңа тәжірибемізге байланысты Архимед заңын былай тұжырымдаймыз. Тыныштық күйде сұйыққа немесе газға батырылған кез келген денеге сұйыққа немесе газ тарапынан кері итеруші күш әсер етеді.
Оның шамасы сұйықтың немесе газ тығызын еркін су үдеуімен сұйыққа немесе газға батып тұрған дене бөлігінің көлемінің көбейтіндісіне тең болады. Сұйыққа батырылған денеге осы денеге ығыстырып шығарған сұйықтың салмағына тең ығыстырушы күш әрекет етеді. Бұл Архимед заңы деп аталады. Архимед заңының формуласы бойынша Архимед заңы тең сұйықтың тығыздығы көбейтілген еркін су үдеуі көбейтілген дененің көлемі. Есебіміздің берілгені көлем тең 100 см куб, тығыздық тең 1000 кг метр куб. Бұл есепте біз Архимед күшін табуымыз керек. Халық бірліктер жүйесіне айналдыратын болсақ, 1 көбейтілген 10⁻⁴ дәрежесіндегі метр куб формуласын бізде Архимед заңы тең сұйықтың тығыздығы көбейтілген көлем көбейтілген еркін су үдеуі. Шешуі Архимед заңы тең 1000 көбейтілген 10⁻⁴ дәрежесінде көбейтілген 10-ға. Бұл тең бізде 1 ньютонға тең болады. Жауабы Архимед күші тең 1 ньютонға. Байланысты сәйкестендіру тапсырмасын орындаймыз. Керектеруші күшті көрсететін болсақ, керектеруші күшті біздің сұйықтың көлеміне тең болады. Архимед заңының формуласы жаңа сұйықтың тығыздығы көбейтілген еркін су үдеуі көбейтілген көлемге тең болады. Архимед күшінің белгіленуі ньютонға тең болады. Сұйыққа батырылған дене осы денеге ығыстырып шығарған сұйықтың салмағына тең ығыстырушы күшті әрекет ететін суретті біз мына суретке сәйкестендіреміз. Архимед күшінің халық бірліктер жүйесіндегі өлшем бірлігі міне Архимед F әрпімен белгіленеді. Архимед күші қандай көлемге тәуелді? Архимед күші сұйықтық көлеміне тәуелді. Бүгінгі сабағымыздарға жалғастыра отырып физикалық диктант тапсырмасын орындаймыз. Физикалық диктант тапсырмасын орындай келе, сұйыққа немесе газға батырылған денелерге керектеруші күш әсер етеді. Екінші сұрағымызда бұл күш жоғары бағытталған. Оны керектеруші күш немесе Архимед күші деп атайды. Архимед күші дененің ауадағы және сұйықтағы салмақтарының айырмасына тең. Архимед күші дененің ығыстырып шығарған сұйықтықтың көлеміне тең. Архимед заңының формуласы Архимед заңы тең сұйықтықтың тығыздығы көбейтілген көлемге көбейтілген еркін су үдеуіне. Архимед заңы арқылы әуеде ұшады, суда кемелер қалқиды, сүңгуір қайықтар жүзеді. Ал бүгінгі сабағымыз сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ал оқушылар, енді біз үйге тапсырма алайық. Біздің бүгінгі үйге тапсырмамыз Архимед күшінің заңын мазмұндаймыз. Және нөмір 4-5-6-7 есептерді үйде орындаймыз. Рахмет, сау болыңыздар.